Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен сүзбелі бәліш пісіретін боламыз. Сол үшін де видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен електен өткізілген ұнға қант, көпсұтқыш яғни разрыхитель, шым-шым тұз салып, құрғақ ингредиенттерімізді салып болғаннан кейін оны араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін оның үстіне тоңазытқыштан шыққан салқын қатты сары майымызды саламыз. Сары майымызды терканың көмегі арқылы үгітетін боламыз. Яғни біз песочный тесто жасайтын боламыз. Міне тестамыз осындай болып шығуы қажет. Біздің тестамыз бір-біріне жабыспауы керек. Енді біз начинкасын дайындайтын боламыз. Ең алдымен творогымызды алып, оның үстіне қаймағымызды салып, жұмыртқамызды, және де қантымызды салып, оны жақсылап блендермен езетін боламыз. Егер блендеріңіз болмаса, оның орнына шанышқыны алып, шанышқының көмегімен де езсеңіз болады. Міне осындай біркелкі масса шығу керек. Енді диаметрі 24 сантиметрлік формамызды алып, оның астын сармаймен майлап шығамыз. Майлап болғаннан кейін песочный тестамыздың жарты бөлігін астына саламыз. Видеода көрсетілгендей қылып істейміз. Енді оның үстіне барлық начинкамызды саламыз. Енді оның үстіне манағы қалған песочный тестамыздың барлығын саламыз. Енді 180 градуста қызып тұрған пеште 50 минут пісіріп аламыз. Дәміне келер болсақ, сөз жоқ, өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап, және дәм татып көріңіздер. Сіздермен болған мен аяулым. Видео ұнаса каналға тіркеліп, лайк басып кетеміз. Толықтай суытқаннан кейін оны формасынан босатамыз. Дәміне келер болсақ, сөз жоқ, өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап, және дәм татып көріңіздер. Видео ұнаса каналға тіркеліп, лайк басып кетеміз. Сіздермен болған мен аяулым. Сау саламатта болыңыздар.